Жаңа оқу жылы келе жатыр ағайын. Енді басталады. Ойбай, менің баламды хиджабпен мектепке кіргізбеді. Менің баламды ана киіммен сыныпта отырғызбады. Мектеп табалдырығын ана киіммен аттатпады деп жалпы. Білесіздер ғой, неше түрлі провокаторлар бар ендіше. Бірақ бір нәрсе айта кетейінші ағайын. Қазақстан Республикасының заңымен бекітілген нағыз мектеп формасы бар. Ол біреуге ұнайма, ұнамайма, ол қызық емес. Бұл зайырлы мемлекет. Бұл конституциясы бар мемлекет, яғни заңға бағынатын мемлекет біз. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелов-Тоқаевты әрдайым айтады, заңмен тәртіп дейді. Мысалға, сондықтан заңмен қандай мектеп формасы бекітілді, сол мектеп формасымен бала сабаққа бару керек. Мектептен шыға ма, білген нәрсесін кисін. Не кигісі келеді, оны өзі біледі да. Мысалға, енді қараңыздар, енді біреу жаңада хиджаб кигізбеді дейді. Ал жарайды, хиджабқа рұқсат берейік мектепте. Бопты, хорошо. Одан кейін барып ертең Үндістаннан келген біреу мына жеріне қып-қызыл бірдеңе киіп, үндінің киімімен кисеше мысалға. Сосын тағы біреу кисеше мысалға, ала шапан киіп алып мысалға. Сол сияқты айтқанда ағайын, барлығы өзінің білгенін істеп кететін болса, одан не болады? Жалпы айтқанда анау хиджаб киген бала мен хиджаб кимеген баланың еш айырмашылығы жоқ. Екеуі де оқушы, екеуі де бала, және екеуі де осы Қазақстан Республикасының азаматы. Екеуі де бірдей, өздері де ата-анасы да заңға бағыну керек. Ал заңда нақты Қазақстан Республикасының мектеп формасы көрсетілген. Сол формамен жүрейік ағайын. Жалпы айтқанда, жоқ жерден ұрыс, жоқ жерден қырғын шығармайық, иә. Бекітілген заңда, бекітілген нормаларда көрсетілген формама, соны киік. Мектептен шығасыздар ма, балаларыңызға не кигізесіздер, ол өздеріңіздің шаруаларыңыз. Сондықтан ағайын, заңға бағынып жүрейік.